Мен Татибекова Айнұр Андабековна, Жамбыл облысы Тұраррысқұлов ауданы Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Мен ұстазбын, мамандығым мұғалім, шәкірт жанын жанарынан ұғамын, ұлы сүрлеу, ұстаздық жол, ұлы әлем, шамшырақ боп мәңгі жанып тұрамын. Менің үздік тәжірибем педагогикалық шеберлігімнің арқасында қалыптасты. Педагогикалық шеберлігім ұстаздық ұлы қызметті жоғары деңгейде атқаруым деп білемін. Үздік тәжірибемнің бастауында жанары жәудіреген балан шәкірттердің туған тілі мен төл әдебиетіне қызығушылығын арттырып, көркем әдебиетке сүйіспеншілігін ояту жатыр. Терең білім мен кәсіби білік түрлі әдістерді ұштастыруда көрінеді. Пәндік құзыреттілік тұрғысынан оқытудың түрлі әдістерін меңгеріп, білім беруде тиімді оқыту әдістерін таңдап аламын. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Шеберліктің болуы түрлі әдісті болу, керек орнында жоқ әдісті табу да қолынан келу деген пікірі менің басты қағидам. Ізденісім, еңбегім, тебіренісім, ақыл ойым, жігерім, жер жемісім, бәрі дағы балаға, оқушыға ұстаз тұтып соныма ергені үшін. Мен өз тәжірибемде шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әр сабағында құндылықтарға, тұлғаға, іс-әрекетке бағдарланған саралап оқыту тәсілдерін үнемі тиімді қолдана отырып, олардың бойындағы туған елге деген махаббат сезімінің оянуына, отансүйгіш қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етсем, жүрегі ізгілік пен мейірімге толы, адамгершілік қасиеті сөзі мен ісінен көрінетін жауапты тұлға тәрбиелеуге бар күш-жігерімді жұмсап келемін. Көркем әдебиет оқырманын баурап алып, тәрбиенің тегін ағытатын тілсіз мұғалім. Шәкірттеріме үнемі көркем әдеби шығармаларды таныстырып, оқуға құштарлығын оятамын. Шәкірт менің мәртебем, мен баспалдақ, мен арқылы шырқасын ол аспандап, мерейленем, бой сергіп жасарамын, жас ұланға ақ жарқын жол ашқан ғақ. Оқушыларыма ерте жастан Абай өлеңдеріне деген шынайы сүйіспеншілігін оятып, жадында тоқытып, қара сөздерін жүрегімен түйсініп, ділімен жеткізіп, жасындай жарқырауына жол аштым. Күні түні дей көрме ғылым ізде, қалсын десен артында адам атың деген шәкәрім сөзін ұстаным еткен оқушыларым 2019-2021 жылдары республикалық Абай оқулары облыстық абайтану олимпиадасының жеңімпазы, жүлдегер атанды. Сондай-ақ 2020, 2021, 2022 жылдары облыстық, республикалық Абай әлемі, республикалық зерде ғылыми жобалар, облыстық Ақберен, Әбіш оқуларында жеңімпаздар қатарынан көрінді. Әріптестеріме әдістемелік көмек, кәсіби қолдау көрсетуді педагогикалық міндетім деп түсініп, қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндері бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын жинағын құрастырдым. Аудандық, облыстық шығармашылық топ мүшесі ретінде облыстық семинар, конференцияларда, дөңгелек үстелдерде іс тәжірибемен бөлістім. Шәкірттерге қазақ тілі мен әдебиетінен білім, тәрбие беруден түйген ойларымды, қазіргі мектеп бағдарламалары жөніндегі пікірлерімді ортаға салып, облыстық, республикалық басылымдарда жариялап отырамын. Педагогикалық ізденістің нәтижесінде бірнеше кәсіби байқаулардың қазақ тілінің үздік оқытушысы, үздік авторлық бағдарлама, педагогикалық идеялар фестивалі, басқа да шығармашылық байқаулардың жүлдегері атандым. Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, сонымен қатар тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниеттің иесі. Шәкірті өзінен озған ұстаз, еңбегі ақталған ұстаз. Себебі өмірдің заңы үздіксіз даму, алға ілгерілеу, оза шабу.
ұстаз кім десе, Айнұр Тәттібекқызын асқан сағынышпен еске аламын. Ұстаз, дәл сіз болмасаңыз, мен қазақ тілін мұнша жақсы көрмес едім. Арман қуып өзге қалаға барып, тіл жанашыры болмас едім. Осы орайда аянбай оқытқаныңыз үшін шексіз, үздіксіз алғыс білдіремін.